армысыздар. Мен Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмір 74 мектеп гимназияның 8 сынып оқушысы Қайрат Абдрахманмын. Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылып жатқан "Менің елім" атты репортажымызды бастайық. Олай болса, кеттік. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағын дөзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Деп ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаев атамыз жырлағандай, өз еліміздің тарихын қаншалықты білетінімізді сұхбат барысында білейік. Сәлем, сенен сұхбат алуға бола ма? Әрине. Жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жылдары және кімнің бұйрығымен тұрғызылды? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 1396-1404 жылдар аралығында Әмір Темірдің бұйрығымен Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауидің бейітінің үстінен тұрғызылған болатын. Сәлем, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Жалпы әнұранның сөзі мен әнін кім жазған? Әніне тоқталатын болсақ, әнін Шәмші Қалдаяқов, ал сөздерін Нұрсұлтан Назарбаев пен Жұмекен Нәжбегенов жазған. Сізге бір екі сұрақ қойсақ бола ма? Болады. Мына мақалдар жалғастырыңызшы. Отансыз адам, Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. екінші мақал, ол бізде отан үшін отқа түс. Ол Мағжан Момышұлы айтқан сөз ғой, иә? Отан үшін отқа түс, күймейсің. Рахмет сізге. Сәлем, отан туралы бір шумақ өлең оқып бере аласың ба? Туған жер, атақоныс, атамекен. Бауыры талай жанға болған мекен. Әр ұлттың басын қосып бір арнаға. Қазақ елі, ұлы ел, менің өлкем. Тудың авторы кім? Қазақстан Республикасының туының авторы Шәкен Ниязбеков табылды. Және елімізге деген тілегіңді айтып кет. Біздің еліміз шарқырай берсін тек қана. Сен үшін тәуелсіздік дегеніміз не? Мен үшін тәуелсіздік кез келген адамның, ұлттың, елдің еркіндігі мен өз алдына қойған дербестігі. Және елімізге деген тілегіңді айтып кетсең. Ұрпақтарымыз саналы болсын және болашағымыз жарқын болсын. Еліміздің рәміздерін атап өтсең. Еліміздің рәміздеріне туы, елтаңбасы және әнұраны жатқызылады. Енді елімізге деген бір тілегіңді айтып өтсең. Көк туымыз желбіре берсін. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан алды? Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін 1991 жылы 16 желтоқсанда алды. Және қанша жыл толып жатыр? 31 жыл. 25 қазан қандай мереке? 25 қазан біздің республика күні. Яғни елімізде Қазақстан Республикасында егемендігіміз туралы декларация шыққан күн. Және елімізге деген тілегіңді айтып кетсең. Еліме деген тілегім, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, 30 дамыған елдердің қатарына кірдік. Алдағы уақытта дәл солай дамып, топ 10-ға кіруімізге тілектеспіз. Және де дамуымызға, жан-жақты көркеюімізге, IT саласынан, робототехника, нанотехнология бәр жағымыздан дамуға тілектеспін. Рахмет. Осымен біздің "Менің елім" атты репортажымыз өз мәресіне жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға алғысымызды білдіреміз.